Дуа тілектеріңіз қабыл болсын. Алла тағала көмекке мұқтаж жандарды жар болсын деп айтайын. Қатысушылар, қалдарыңыз қалай? Жақсы ма барлығы? Біздің арамызға Әсел оралды. Қош келдің. Айбаршаның туған күнімен құттықтайын деп жатырмыз. Айбарша. Ал Айбарша, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, әйел бақытын тілеймін, ана бақытын тілеймін, әже бақытын тілеймін. Я, бақытты бол. Я, осы арамызда осындай тәтті мінезіңмен, тәтті қылығыңмен сен қуанта бер, я, әрқашанда. Мына жерде Ая, поздравляем тебя с днем рождения дейді. Бұл жерде жазок Камила сенің құрбыларыңнан ғой, Айдана дейді. Я сіңлім және құрбыларым. Аха, сыйлықтарыңызға рахмет. Және де біздің арамызда апамның шайынан берейінші, біздің бағдарламаның атынан. Шапы рахмет. Апамның шайынан үйге барып әдемілеп шай іш, я. Құтты болсын жантағын, құттықтаймын тағы да. Отыра ғой. Барлықтарының сторисін қарап жүрем негізі, я. Қоғамда біздің заман өзгеріп жатса да, бәрібір де осы ерлік қыз баласына. Его по праву нашего рождения. Міржақып Дулатов атамыздың мынандай бір жақсы сөзі бар да. Бір өзінің кінәсін менің тағдырым ғой деп Құдайға жабу, ол ақымақтың ісі деген сияқты ше. Енді қалай ойлайсың, қазіргі таңда көп жастар, енді бұрынғылар айтқан ғой, мен тағдырым осы кісі, тағдырым солай шығар деп көбінесе біздің үлкендеріміз айтады да. Соған көз қарасын қалай? Тағдыр деп санайсың ба, немесе адам өзінің тағдырын өзгерте алады дегенге сенесің бе? Негізі әр адам өз өмірінің, қалай айтсам болады, творец деп айтады ғой. Каждый творит своей жизни. Негізі біз барлығымыз өзіміздің өмірімізді өзім шешеміз, дұрыс жаққа барамыз ба, бұрыс жолға түсеміз ба деген сияқты. Бірақ тағдыр деген заттар бар. Егерде бір предписанный уже зат болатын болса, и біз оны өзгерте алмай жатсақ, біз оны просто қабылдау қажетпіз. Просто қалай бар, солай қабылдап, әрі қарай өмір сүру қажетпіз. Иә, қымбат көрермен, былай айтады ғой негізі. Бір жақсы бір цитата естідім да, бір кісінің ойын. Негізінде қыз баласына дейді, тұрмысқа шықпағанша бір бөлмелі пәтер алып беріп қойыңыздар, мүмкіншіліктеріңіз болса дейді. Тұрмыс құрғаннан кейін ол пәтерді біреуге жаңағы арендаға беріп қойса, өзінің маникюрін, жаңағы күнделікті тамақ болмағын ешкімге мұқтаж болмай, жаңағы өзінің пассивный доходы болады. Құдай сақтасын, ажырасып кетіп жатса, сол жерге барып тұруына да болады. Немесе арендаға беріп, сол бағана сіз айтқандай, сол ажырасқаннан кейінгі уақытты көруге болады да, андай нанын алып дегендей. Иә, қымбатты көрермен, енді ажырасу мәселесінде таяқтың екі ұшы бар әрқашанда. Бірақ онымен мен де келісем. Қыздың тағдыры деген кішкене қиындау болады, иә, Томирис? Сол үшін әр қыз баласы бірінші тұрмысқа шыққан алдында жақсылап ойланыңдар.